Абай туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Немесе Мұқағали бүгін менің туған күнім ой бәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай деген еді. Тағы бір өлеңінде шәкәрім бабамыз анадан алғаш туғанымда жыладым неге дыбыстап дейді. Демек дұрысы туған болғаныма, бірақ неге туған күнді бүгінде туылған күн деп айтып жүрміз. Туған ба, әлде туылған ба? Дұрысы қайсы? Сіз білесіз бе, құрметті көрермен? Кез келген халықтың тілі сол ұлттың аса қадірлі құндылығы саналады. Заман озған сайын өзгеріске түседі, жаңғырады, жаңарады. Көптеген сөз түрлі себеппен қолданыстан шығып, жаңа ұғымдарға сәйкес жаңа сөздер қалыптасады. Десе де ауыспалы мағынада қолданылатын кейбір тұрақты тіркестер арасындағы талас тартыс тоқтаған емес. Мысалы, туған күн бе, туылған күн бе? Қасиетті Құран кітабының Ихлас сүресінде Алла тағаланың сипатын суреттейтін ләм ялид вә ләм юлад деген жолдар бар. Қазақшаға аударғанда ол тумаған және туылмаған болып шығады. Міне бұл дүниеге келу мен келтірудің екі түрлі процесс екенін аңғартады. Әрі қазақтың тілдік қорында бұрыннан бар, жадымызда жатталған сөздер екенін білдіреді. Ендігі мәселе ана тіліміздің үндестік заңына және тарихи жазба деректерге сүйене отырып дұрысын табу. Кейбір адамдар туылған күн сөзін қолдануына байланысты туған мен емес, анам ғой, мен содан туылдым деген уәжді алға тартады. Ал қазақ тіліндегі ереже бойынша ыл деген ырықсыз етістіктің жұрнағы етісте қимылды білдірмейтінін ескере бермейді. Тіпті соңғы 2 ғасырда таңбаға түскен кез келген тарихи әдеби шығарманы алып қарасаңыз да, адам баласының өмірге келуіне байланысты бұрын соңды туылған тіркесі қолданылмағанын байқаймыз. Мысалы, Хакім Абай туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең, немесе жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек деп жырлайды. Ал Шәкерім қажы туған жан өлмек, тағдырға көнбек деген. Махамбет батырдың атадан туған аруақтер жауды көрсе жапырар, немесе туған ұлдан не пайда қолынан найза алмаса, атаның жолын қумаса деп келетін жыр жолдары бар. Сонымен қатар, туылған сөзін қолданудың үлкен қателік екенін халық жазушысы ғалым Мұхтар Мағауин де растап мақала жазған. Туылған қазақ тілінің табиғатына жат, түйеден түскен емес, жер астынан жарып шыққандай сұмпайы сөлекет сөз. Бала өз еркімен өзінен өз тумайды ғой. Туылады, анасы туады. Сонымен туылған жүрген жерде сауат та, түйсік те жоқ. Қарағасқа надандық қана бар. Ең сыпайы сөзіміз деп біліңіз. Жоғарыда айтылған деректер тек туған сөзінің қолданыста болғанын құптайды. Тілден береке кетпесін десек, тарихқа негізделген танымдық деректерді негізге алғанымыз дұрыс болады.